Қайырлы күн достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін мен сіздерге жабыспайтын, езілмейтін, беті қаяспайтын манты жасап көрсетемін. Бізге алдымен су, тұз, ұн қажет болады. Қыздар, суымыз міндетті түрде колонкадағы мұздай су болу қажет. Оған 30 грамм тұзымызды салып, бірінші жоғарғы сұрыпты ұн болу қажет. Қыздар, міндетті түрде жоғарғы сұрыпты ұнымызды араластырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей осындай қамыр болады. Бұл қамырымыздың беті қаясып қалмау үшін пищевой пеленкеге или пакетке салып 15 минутқа тындырамыз. Қыздар, мінекей осылай пищевой пеленкеге орап 15 минутқа қойып қоямыз. Сосын бұл қамырымызды алып 15 минуттан кейін тағы бір қайтара илеп аламыз. Мінекей осындай қолға жабыспайтын эластичный қамыр шығады. Сосын оны 3 бөлікке бөліп 15 минутқа тындырып қоямыз. Бұған дейін біз салмасын дайындайық. Алдымен пиязымызға 3 шай қасық тұзымызды араластырып, жақсылап пиязымызды мыжып аламыз. Сонда сочный, сулы әдемі болады. Қыздар, май қосудың, су қосудың қажеті жоқ. Осылай пиязымызды тұзға мыжып, суын шығарып аламыз. Сосын үстінен фаршымызды салып, бір масса болғанша араластырамыз. Қыздар, бұған су құюдың да, май қосудың да қажеті жоқ. Қыздар, өзінің пияздың суы жеткілікті. Осылай бір келкі масса болады. Сосын қамырымызды жайайық. Қыздар, мінекей осындай қамырымызды алып, жайып, бұл қамырымызды кішкентай оқтаумен жайсаңыздар бір келкі шығады. Қыздар, алдымен кішкентай оқтаумен жайып алыңыздар. Сонда бір келкі шығады. Ұн аз-аздан себеміз. Қыздар, көп себудің қажеті жоқ. Главный жабыспайтындай қамыр шығады. Мінекей өте эластичный қамыр шығады. Ішіне салмасын салып, мантымызды осылай түйіп шығамыз. Жасап көріңіздер, қыздар, еш өкінбейсіздер. Өте сочный, сулы, әдемі манты болады. Қыздар, одан кейін біз ыдысымызға суымызды құйып, міндетті түрде қыздар, су құйған кезде көп құямыз суын. Қыздар, аз құйып қоймаңыздар. Суы бір келкі таралу керек мантыге. Су аз құйып қойсаңыздар, бұл жеткіліксіз болады. Мінекей қыздар, мантымыз дайын, өте сочный, әдемі манты болады. Жұмсақ, жыртылмайтын, асты жабыспайтын манты болып шығады. Ал мен бетіндегі подливіне пиязбенен сәбіз, сосын томатты қуырып алдым. Солай жасасаңыздар да өте дәмді, әдемі болады. Қамыры жұқа, ауызға салсаңыздар еріп кететін манты. Қыздар, жасап көріңіздер.